Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір алды соғылған Максима. Водитель жағынан жақсы соқ қалған. Бізге осы жағдайында келді. Енді мына проводтарын кішкене қазір шешіп бастап жатырмыз. Моторы алынып, алды телевизорлары кесіліп. Жалпы жұмыс басталған, бірақ аяғына жетпей қалған. Біз енді тартатындай мүмкіншілік жоқ. Лонжеронды мына жерінен жіліктеп ауыстырамыз, мына жерден бөлінеді. Кішкене енді іш жағынан итеретіндей мүмкіншілігіміз бар, гидравликамыз. Негізі мына жақта міне крыша нормально тұр. Крышаға өтпеген. Асты жағы кеткен, бірақ өйткені мына жер шірік болған. Осы шіріктің есебінен мына жерде міне кішкене майысқан жер бар. Жалпы іш жақтарда торпедалары шашылып басталған негізі. Енді мынаның бәрін шешіп алу керек, өйткені осы жерден бірігеді. Іш жағынан біріккенде точкамен сваклейміз, толықтай емес. Жалпы мына есік міне тиіп тұр. Астында порогты да шығару керек. Порогтар езіліп кеткен екі жағыда. Осының бәрін қалпына келтіру керек. Мына жақта зазорларда мынандай болып тұр міне. Алдынан дұрыс емес болған мына зазорлары. Соқ қалғаннан осылай болып қалған. Іш жақтарын да дұрыстау керек, арт жақтарын. Мына зазорлары мына жағы міне тиіп жатыр. Ішінде міне мындай соқ болған, алдын осылай дұрыс емес шығып қалған. Мына жерлері. Осының бәрін әдемілеу керек. Есігін шешіп тастадық. Мына жақта ішінде дымын қалдырмай бәрін шештік. Мына жақта шіріген жері міне біраз шіріп кеткен екен. Мына майысқан жерлері бүктеліп қалған. Шірік мына ана жақта да жер көрініп тұр, тесіліп. Сосын бізде полы бар. Пол енді камераға көріне ме, көрінбей ме білмеймін. Пол көтеріліп кеткен, бордюрға мініп кеткен сияқты, екі жағынан да көтерілген. Мына жақта да сондай болып тұр міне. Мына жерден қараған кезде міне майысып қалған, мына кәдімгідей. Мына жерлер міне ойылып кеткен ішке қарай. Мына жағында да сондай міне. Мына пластмасс қысылып тұр, арасында шықпай. Камераға енді қатты көрінбей тұрған шығар. Астынан көрсетейін. Міне астынан осылай тұр. Енді мынаны төбесінен ұрып көреміз. Төмен қарай түсіріп. Түсіп жатса түскені, түспесе егер, мына төсті алып, мына жердегі ана тұрғанда осыны шешіп алып, сверломен жерде түзеп, қайта жабыстырамыз. Мына жағында да бәрін шешіп тастадық. Ходовка, балка бәрін алып тастадық мына жерде. Енді лобовой ғана қалды. Осыны шешу керек. Сосын бізде лонжерон мына жерден бөлінеді. Бөлінгенде заводской мына жерде контактный сваклер бар. Мынандай ойықтар. Осының үстінен сверлетіп, мына жақтар енді ішінен сверлетеді. Мына жерлерде міне мынандай ойықтар бар. Осының үстінен сверлетіп, бәрін шешіп аламыз. Мына жақтарында да бар міне. Былай қарай кетеді. Мына жағы астына қарай кетеді. Мынанша жер примерно. Осының бәрін сверлетіп, лонжеронды бөліп аламыз. Әрине жұмысты оңай демеймін, бірақ та геометрия қою жағынан бізде қиындық болмау керек. Өйткені геометрияның барлығы алдында мына бір балкеге байланысты. Осы балкеге ходовка іледі. Бір көзге түзу көрінгенмен бұл балка майысқан 4-5 сантиметрдей. Осы балканы міндетті түрде ауыстыру керек. Лонжеронды сверлетіп шығарып алдық. Енді орнына мынандай морда келген. Осыдан лонжеронды, телевизорды бөліп алу керек. Көпшілік кассаправтар енді кесіп алған жерден, үш жерден бірден кесіп алып жалғай салады. Біз оны қолдамаймыз. Толықтай свакленген бөлек әңгіме, точкамен свакленген ол мүлде бөлек әңгіме. Мына жақта біздің жұмысымызда шпаклевка жағылмайды. Қосылған жерге мынандай шовтың герметиктері ғана жағылады. Мына жақтан енді әдемілеп сверлету керек. Ұрмай соқпай, майыстырмай алу керек. Мына жақтан да телевизор мына бұрыштан бөлінеді. Мына жер енді сәл қиындау болады, бірақ осы жерді әдемілеп шығару керек. Ыңғай келсе осы телевизор мен лонжеронды бірге қойып жібереміз. Қатты қиындық тудырып жатса, мына жақтан бөлеміз. Полның майысқаны бізде видеода дұрыс емес көрініп тұрған сияқты. Мына жерлер былай ойылып кеткен, міне қараңыздар. Бұл негізі осы аварияда болмаған, алдынан бір бордюрға мініп кеткен сияқты. Енді былай көрсетейін, міне. Мына жағына былай ағаштыраймыз. Сол кезде мына ортада бізде 3-4 сантиметрдей ашық міне. Толықтай ашық тұр. Міне ана бас жағы мен аяқ жағын тигізген кезде
орта осынша көтеріліп кеткен. Осының бәрін төмен қарай түсіру керек. Лонжеронды былай ілдіріп қойдық. Телевизорын бөліп алдық, бірге сала алмадық. Өйткені мына лонжерон соқ қалған кезде былай қарай кішкене майысқан екен. Қазір енді балкасын ілдіріп, лонжеронды ілдірдік. Толықтай сваклеп болғаннан кейін мына лонжеронның үш жағына ары қарай итереміз. Осы жерде мынанша бір 40-50 сантиметрдей жері ішке қарай кіріп кеткен. Кіргенде де 1,5-2 сантиметрдей телевизор сыймай тұр. Мына жақта енді бізде мына жерлер әлі свакленген жоқ. Мына жерде 2 саморезбен ілдіріп қойдық. Астында балканың болттары қатып тұр. Мына жер енді кішкене келіп қалды. Бірінші қойған кезде енді видеоға түсіре алмадық. Мына жерде 3 саусақ сиятындай ашық болды. Бері қарай итердік, төмен қарай түсірдік, жоғарыдай көтеріліп тұрды. Қазірдің өзінде тесілген жерлері кеп тұрған жоқ. Сәл түсіру керек. Мына жақтарында кішкене итеріп тұрып сваглеу керек. Балка бізде алып келген балканы салып қойдық. Ескі балкамен салыстырғанда бізде мына жерде 3-4 саусақтай разница беріп тұрды. Артқа жоғары қарай көтеріліп кеткен болатын. Тек осы ғана құлағы майысқан болатын балканың. Сол себепті балка ауысты. Енді мына жақ құлақтары майысып кетуі мүмкін емес. Сол себепті балкаға отырғызып 4 болтын қатырып қойдық. Осы балканың өзі біраз әсіне ұстап тұр қазірдің өзінде. Енді бұйырса крышаны уровеньге қоямыз бірінші. Крышаны уровеньге келтіріп болғаннан кейін амортизатор тұратын жерлерді екі жағын бір-біріне уровеньге келтіреміз. Сосын екі лонжеронның арасын уровеньге қойып, толықтай сваклеп бастаймыз. Машинаның төбесін уровеньге келтіріп, лонжеронды 4-5 жерден прихватка беріп қойдық. Мына жерлері міне. Енді мына аст жағын келтіріп жатырмыз. Қазір мына жаққа да прихватка беріп қойдық телевизордың астыңғы жағына. Енді қалай істеп жатқанын бір көрсетейін. Міне былай лазерный уровеньмен келтіріп жатырмыз. Камераға көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Мынандай уровень. Бұл уровень бізде 10 метр жерде 0,1 мм қисаюы мүмкін, ал мынандай 1-2 метр жерде бұл қисаймайды. 5 градусқа дейінгі кез келген қисық жерге қоя беруге болады. Өзі уровень табылады мына. Шайқалып өзі табады. Енді қатты шайқай беруге болмайды. Мына жаққа көрсетейін. Мына осылай өзі уровеньді келтіреді. Осы жақында ескі бір видеоға комментарий жазылған екен, қандай гидравлика пайдаланып жатсың деп. Осы ретте енді көрсете кетейін. Міне бізде 10 тонналық стилстікі міне. Қателеспесем Алматыда жасалып отыр. Біздің алғанымызға 2 жылдан асты. Жақсы жұмыс істеп тұр. Қалай итереді, сол күйінде 24 сағат тұрып бере алады. Ары қарай тексеріп көрген жоқпыз. Жіберіп қоймайды. Бірақ келгелі мына жерінде міне. Осы салигінен май жібереді келгелі. Сонымен тұр әлі. Қателеспесем бір рет па 2 реттей май құйдық. Мына жерде май құйылады. Жай май емес, өзінің гидравликаның майы болады. Жалпы былай жұмыс істейді. Крайнтті қатырамыз мына. Сосын итереміз мына домкратты. Сол кезде мына шлангымен май мынаған түсіп, осыны итереді бізде. Былай итеріледі. Енді бізде қазір майы сәл азайған сияқты. Ақырындау итеріп тұр. Мына осылай керек жерімізге дейін итеріп, шығаратынымыз шығарып болғаннан кейін крайнтті босатамыз. Сол кезде міне былай қайтады ақырын. Көпшілік наборларда осындай болады, тек итеретін ғана болады, тартатыны болмайды. Тартатынды бөлек сатып алуға тура келеді. Гидравликамен жұмыс істейтін жалпы мынау, сосын мынау ғана болады. Қалған мыналардың бәрі бұл насадкілер, мынау ұзайтатын трубалар, мыналардың бәрі басына кигізетіндер. Енді мына жерде шланга былай алынады. Бұны қолмен ғана қатыратын нәрсе. Былай босатып аламыз да. Мынаны қазір мынаған кигіземіз. Шлангысын қатырып қойдық. Енді бұл былай жұмыс істейді. Крайнтті қатырамыз. Сосын итереміз міне. Енді көп итермейді бұл. 10 сантиметрде итереді. Болды ары қарай итермейді уже міне. Бұл нәрсе негізі міне. Мынандай жерлердің жабысып қалғанда ашу үшін пайдаланатын нәрсе. Бүгін енді осы жерден видеоны аяқтайық. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.